Барлық интернетті жарып жатқан 3 кесе блинін мен де пісіруге кірістім. Тостақты алып 3 жұмыртқамызды жарып аламыз. Жарты шай қасық тұз және қажетінше, әркім өз қалауынша шекер қосады. Біздің балалар тәттіні жақсы көретіндіктен мен шекерді молырақ қосып, жұмыртқа мен шекерді езіп алдым. Содан кейін 1 кесе сүтті құямыз. Оны да қалауымызша былғап, әбден жұмыртқаны жазып алғаннан кейін 1 кесе ұнды солаймен салып жібереміз. Ұнды салып, венчикпен әбден былғаймыз. Ішінде комоктардың барлығы жазылу керек. 2 ас қасықтай сұйық май құямын, өйткені табаға жабыспауы керек. Оны да әбден былғап, иін қандырып, түртіктері әбден жазылғаннан кейін 1 кесе ыстық су құямыз. Осы ыстық суды құйғаннан кейін біздің масымыз сұйылып кеткен тәрізді болады. Бірақ дегенмен сұйық болмайды екен. Ожауыммен сапырып көрдім. Кішкене күдік болды, әрине. Жабысып қалар ма екен деген жоқ. Құймағымыз дәп-дәмді, тұзының да, шекерінің де дәмі дәл өзінің деңгейінде салынған өте әдемі блиниларымыз пайда болды. Табаға мүлдем жабыспады. Көріп тұрсыздар, міне балалардың көңілінен шықты. Ал ауылдық жерде бізге таптырмас өнім бұл қаймақ пен вареньені жағып тұрып, балалар әбден қуанып жеп алды. Біздерге ас болсын, жасап көріңіздер.